Инкубаторға тауықтардың жұмыртқаларын саламын. Ол үшін инкубатордың ішіне жылы су құйып аламын. Судың температурасы шамамен 38 градус. Судың бетін жабамын. Үстінен жұмыртқалар тұратын тор көзді қоямын. Бисмиллахи-рахмани-рахим деп жұмыртқаларды салуды бастайық. Бұл жерде екі түрлі тауықтың жұмыртқалары. Жартысы үйдің тауығы, жартысы қытайлық тауықтардың жұмыртқалары. Температура жайлап 38 градусқа дейін көтеріледі. Мына жерде ылғалды өлшейтін құралда қосылып тұр. Алла бұйыртса, 21 күннен кейін балапандар шығады.